Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге көпшіліктің назарында жүрген 4%бен автокөлік алу жайлы айтатын боламын. Осы жайлы қазақстандықтар не білуі тиіс деген сұраққа тоқтала кетейін. Биыл 16 мамырда жеңілдетілген автонесиеге өтініш қабылдау басталды. Артынша бірнеше автокредит ресімдегеннен кейін 14 шілдеде банктер автонесие беруді тоқтатты. Бұған дейін биыл қарашадан бастап өтінім қабылдау басталуы мүмкін екені хабарланған болатын. Қазақстандықтар аса күтіп жүрген бағдарлама туралы не білуі керек? Қазақстандағы жеңілдетілген автонесие шарттары қандай? Бағдарлама шарттары бойынша кез келген қазақстандық 4%бен несиеге 10 миллион теңгеден аспайтын бағаға көлік ала алады. Бастапқы жарна 0%-дан басталады, несие 7 жылға дейін беріледі. Жалпы жеңілдетілген автонесиеге 100 миллиард теңге жұмсалуы жоспарланып отыр. 10 миллион теңгеден қымбат көлік таңдауға бола ма? Бағдарлама бойынша 10 миллион теңгеге дейін несие қарастырылған, ал көлік 10 миллионнан қымбат болса, 1-2 миллионды өз қалтаңыздан төлеп несие рәсімдеуге болады. Өте қымбат көліктерге жеңілдетілген автонесие берілмейді. Көлік құралының құны 15 миллион теңгеден аспауы тиіс. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев айтқан. Несие кімге және қандай шарттар бойынша беріледі? Жеңілдетілген автонесиені рәсімдеу үшін Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Клиенттің жасы 21-ден асуы қажет. Тұрақты айлық табысы ресми дәлелденуі міндетті. Әрбір екінші деңгейлі банк өз клиентін жеке қарайтынын білген дұрыс. Оның ішінде тұтынушының несие тарихы, табыс көзі және тағы да басқа шарттар міндетті түрде қаралады. Бағдарлама бойынша қандай көлік маркалары бар? Негізгі жеңілдетілген автонесие бойынша мына көліктер түседі: Chevrolet, Hyundai, Skoda, Jag, Kia, Lada және Renault. Дегенмен бұл көліктердің барлық маркасы қолжетімді емес. Осының ішінде 10 миллионнан асып кетпейтіні ғана саудада болады. Қазір әлемдік экономиканың ахуалға байланысты көптеген көлік бағдарламадан шығып қалуы да мүмкін. Әзірге 10 миллион теңгеге дейін жеңілдікпен автонесиелеудің жаңа бағдарламасы бойынша сатып алуға болатын автокөліктер тізімі мынандай. Жеңілдетілген автонесиені қанша қазақстандық алды? Сарапшы әрі тәуелсіз автомобилистер одағының төрағасы Эдуард Эдков Тенгриньюс тілшісімен әңгіме барысында орташа статистикалық қазақстандықтың жеңілдетілген автонесие бағдарламасына қатысу мүмкіндігін бағалаған болатын. Бір қарағанда бөлінген 100 миллиард ғажайып сома болып көрінуі мүмкін. Шындығында бір қазақстандыққа орта есеппен 10 миллион теңге бөлінетінін ескерсек, бұл бағдарлама 10 мыңға жуық көлікке ғана жетеді. Қазақстандағы көліктерге деген сұранысқа келер болсақ, былтыр нарықта 120 мың жаңа көлік, оған қоса менің ойымша 500-600 мыңдай ескі көлік сатылды. Осы 10 мың көлік қазақстандықтардың көлікке деген нақты сұранысын қанағаттандыра ала ма деген еді сарапшы. Соңғы мәліметтер бойынша 100 миллиардтың 90 миллиард теңгесіне несие берілген. Бағдарлама аясында 11.825 өтінім қабылданған. Бағдарлама көлікке дефицитті арттырып жібермей ме? Эдуард Эдоков анонсқа дейін Қазақстанда автосалондарда көлік алуға деген кезек көп болғанын еске салды. Оның ойынша бағдарлама қосылған автокөлік алу одан да қиындай түседі. Энергия тасығыштар мен металл бағасының өсуі, электр чиптерінің тапшылығы, логистика мәселелері, пандемиядан кейінгі афтершоктар, мұның бәрі бүкіл әлем бойынша автомобиль өндірісінің осы негізгі проблемаларының барлығы ешқайда кеткен жоқ. Ал оған енді көліктердің ай сайын бағасы өсіп, тапшы болатында қосылады дейді ол. Жеңілдетілген көлік несиесі не үшін керек? Қаржыгер Нұрмұхамед Маманов Тенгриньюс тілшісімен берген сұхбатында несиенің бұл түрі ескірген көлік үлесін азайту үшін қажет екенін айтты. Жеңілдетілген автонесие Қазақстан нарығына керек басты механизмдердің бірі екенін белгілі. Неге десеңіз, оның арқасында еліміздің көлік нарығындағы бірнеше мәселені оңай шешуге болады.
Мысалы, Қазақстандағы 100 көліктің 64-і ескірген, яғни бұл өз кезегінде экономиканың нашарлауына және жол апатының көбеюіне әкеліп соғады. Енді осы ескі көліктердің нарықтағы үлесін азайту үшін жеңілдетілген автонесие бағдарламасы таптырмас мүмкіндік болып тұр, дейді ол. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.